Ал құрметті достар, міне екінші сабаққа қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерге осы мемкоинмен қалай ақшалауға болатындығын практика жүзінде көрсететін боламын. Видеоны сабақты соңына дейін көріңіздер. Осы видеодан кейін сіздердің де өздеріңіз көздеріңіз жетеді және де сіздің де сеніміңіз артады. Осы мемкоинмен қалай қысқа уақыттың ішінде осынша табыстауға болатындығын мен сіздерге көрсететін боламын. Олай болса, міне экранға назар аударайық, сол жерде мен бағаны көрсетемін. Мен өзім қазір мемкоин ақша табудың бірнеше қадамдары бар. Сол қадамдармен сіздерге тоқталып өтейін. Біріншісі бұл фильтр жасау. Яғни мына платформаға кіргеннен кейін осы платформаның ішінде біз сауда жасаймыз. Осы жерде фильтр бар. Осы фильтрді настройкасын жасап аламыз. Мен оны жасап дайындап қойдым. Одан кейін келесі қадам бізде талдау және анализ жасау. Яғни осы біздің алдымызда мемкоинмен сауда жасайтын платформа шығады. Осы платформаның ішінде мына жерде қарайтын болсақ, жаңадан шығып жатқан, минуттан шығып жатқан жаңа мемкоиндар. Мына жерде уже бізде мемкоиннан шығып үлкен оборот жинаған мемкоиндар. Мына жақта уже өзінің ликвидностьтары, обороттары өте үлкен мемкоиндар. Мына жақта жаңа мемкоиндар шығып отырады. Мысалы, бұл жерге анализ жасаймыз, қай мемкоинді алуға болады. Мысалы, бірінші суретіне қараймыз деген сияқты. Одан кейін оның жаңағы негізінің қалаушығын, жалпы бұл мемкоин не үшін шығып жатыр, соған қараймыз. Екінші қадам анализ жасау. Одан кейін үшінші қадам бізде бұл, яғни сол осы мемкоиннің ерекшелігі, яғни бұл ерекше жалғыз мемкоин болу керек. Жаңа айтып өткендей, кез келген адам бұл мемкоин саласында егерде белгілі бір сайттармен жұмыс жасауды білетін болса, 5-10 минуттың ішінде өзінің мемкоин шығарса болады. Соны дәл осылай, мысалы, мына жерде қанша мың адам мемкоиндар шығарып жатыр. Бірақ оның ішінде ары қарай атып өсіп кететін мемкоиндар бар, немесе ары қарай қызығушылық болмағаннан кейін, адамдар қызықпағаннан кейін бағасы түсіп кететін мемкоиндар бар. Сол үшін де осындай скам монеталарға жолып қалмау үшін біз анализді дұрыс жасау керек боламыз. Осы жерде мысалы өте көп мемкоиндар бар. Жалпы мемкоиннің бағасы адамдардың қызығушылығы артқан сайын өседі. Егер қызығушылық бітетін болса, бағасы түседі. Сондықтан да уақытында кіріп, соны бір дұрыс таңдау керекпіз. Одан кейін келесі бізде история основателя, яғни осы мемкоинді жасап шыққан адамның бұрын жасаған мемкоиндары қалай нәтижеге жетті ме, жетістікке жетті ме, соны айтып өтеміз. Давайте практикамен бастайық. Мысал ретінде бір мемкоиндарға кіріп қараймыз. Мына мемкоиннің бағасы, график бізде активно емес, маркет кап 9000 адам, холдер саны өте аз. Бұл мемкоин маған қызық емес. Яғни мен қазір менде тәжірибем болғандықтан мен уже бірден анализ жасап жатырмын. Оны сабақтарда мен толық көрсететін боламын. Екінші мемкоинға кіреміз. Так, мына жерге қарайтын болсақ, холдерлар саны 54, график өте қорқынышты, түсініксіз, сондықтан да бұл мемкоин тоже скам. Скам дегеніміз не? Бұл мемкоиндар шығып, мысалы, өзіне капитализация жинайды да, оның бағасы түсіп кетуі мүмкін. Яғни оның негізін қалаушы солай, оның ниеті дұрыс болмауы мүмкін. Сол себепті біз ол нәрселерді дұрыс анықтау керекпіз. Давайте келесі монетаға кірейік. Мысалы, Pedro деген монета шықты. Мына жерде. Так, мысалы, мына монетаға қарайтын болсақ, график бізде өте активный, яғни сатып алушылар бар, сатылушылар бар. Маркет кап 19 мың өсіп жатыр, холдер саны өсіп жатыр. Так, мен мына монетаға мысалы $30 кірейін деп жатырмын. Так, көрейік, қанша табысталатынымызды. $30 кірдім, сатып алдым. Міне, мына жерде менде плюс 6%, плюс 10% тұр уже. Монета өсіп жатыр, көрдіңіздер ма? 11%, 10% бағасы. Так, активность бар, холдерлар саны өсіп жатыр. Вот, 28% болды, плюс 35%. Так, қазір мен сатуға дайындалып жатырмын. Менде қазір 29% плюс болып тұр. Так, 31%. Давайте осы саудамен, пайдамен шыға берейік, 30%-пен. Так. Холдерлар өсіп жатыр, негізі кішкене ұстап тұрсақ та болады. Давайте ол уақыттың ішінде, давайте мен основатель кім, давайте тағы да кішігірім анализ жасайын. Пока жұмыс жасай берсін, пайдасын қазір потом көреміз. Так, бірінші монетасы екен. Так, қанша процент? 45%. Плюс болып тұр, 50% плюс 51%. Маркет кап өсіп жатыр, 142 адам. Давайте осы пайдаға шүкіршілік жасап шығып кетсем болады, живой сіздерге көрсетіп жатырмын. Плюс, так, қанша процентпен? 52%. Все, саттым. Так, панелді көрсетеміз, қанша процент пайда тапқандығымды. Міне,
Так, менде 46% плюс. Мен $20 кірдім, 10 теңгемен кірдім, $19, яғни шамамен 5000 теңге пайда таптым. Қанша уақыт екен сіздер өздеріңіз көзбен көріп куәге болдыңыздар, иә. Дәл осылай мемкоймен табысқа жетуге болады. Ары қарай әрине өсіп жатыр, бірақ мен артқа қарай шығамын және де ары қарай өзімнің саудамды жалғастырамын. Достар, міне мына жерде мен тапқан пайдамды көрдіңіздер. Егер де осы жерде өзіңіз болатын болсаңыз, мысалы сіз $50 кірген болсаңыз, жаңа 50%-ке дейін бағасы өсті, иә. 25 000 теңгемен 12 000 теңге $25 таба алатын едіңіз. Бар болғаны осы қысқа уақыттың ішінде. Ары қарай жалғастырайық, тағы да анализ жасаймыз. Келесі мен саудамды көрсетейін сіздерге. Так, мына жаққа кіріп қараймыз. Так, жоқ, бұл монета болмайды. Жаңа мен кірген монета, бағасы қайтадан түсіп көтеріліп келе жатыр екен. Мысалы қайтадан кірсек те болады. Давайте 0.1 саланаға кірейін. Сатып алдым. Бағасы қазір қозғалып жатыр, холдерлар саны көбейіп жатыр. Мен уже плюс 15% жасадым қазір. Так, 14% пайда, пайыз. Көрейік қай жерге дейін баратындығын. Так, менде қазір 15-16% пайда. Мен жаңа монетаны тағы да қайтадан кірдім. 27% тағы пайда. Жалпы айтқан кезде менде қанша болып тұр? Тағы 30% пайда болып тұр екен, иә. Так, шыға берсек болады, негізі менің ойымша. Жалпы қазір қанша пайда болғандығын общий сіздерге көрсететін боламын. Так, мен саттым. Что-то менде кішкене қатып қалған болатын. Так, 11% жасадым, $2. Негізі мен кішкене интернеттен слабый болып қалды. Мен сатқан екен, график кейіннен барып ордер іске асқан болатын. Енді достар, бұл монетаға мен не үшін кіргендігімді айтып өтейін. Өйткені бұл жерде тренд деген нәрсе бар, иә. Және де бұл монета мені қызықтырды. Одан кейін график өте бізде активны болды. Бұл өте маңызды нәрсе. Холдерлар, яғни қызығушы адамдар көп болды. Мен сияқты бұл монета өзіне назарды аударта алды. Және де бұл жерде тағы да ескеретін нәрселер бар, өте көп, иә. Мысалы холдерлар саны дейміз, маркет капы дейміз, иә. Соның барлығына қарай отыра мен бірден кірген болатын. Міне достар, мен сіздерге практика жүзінде көрсеттім. Жалпы табысымды есептеп қарайтын болсақ, бар болғаны менде 4-5 минуттың уақыттың ішінде жалпы мен 50% пайда жеткен болатым. Яғни бұл жерде қарайтын болсаңыз, бұл өте үлкен, иә. 50% дегеніміз бұл ешқандай жерде болатын нәрсе емес. Енді біздің уақытымыз бәрі ақша, қанша уақыттар өтіп жатыр, қанша күніміз өтіп жатыр, ол уақыттың барлығында сауда жасап табысқа жетуге болады. Енді бұл жерде жаңағы тапқан табыс және де мен көрсеткен нәрсе практика жүзінде сізге мен көрсеттім, жалпы бұл сауда ақша бар екендігін. Бірақ ол жерде мен жасаған нәрсе біздің біліміміздің тек қана 10% ғана құрайды. Егер де сізде біздің комьюнитимерге дамып табыс табамын дейтін болсаңыз, бізде өзіміздің жеке наставнигіміз болады, және де 2 куратор болады, және де біз күнделікті нарықта өзіміз сауда жасап осылай отырамыз. Және де біз өзіміздің жабық чаттарымызда өзіміздің сделкаларымызды бөлісіп күніне 5-10 сигналды беріп отырамыз. Яғни ол жерде біз жасаймыз жұмысты олай 50%-ке, 20%-ке, 30%-ке емес, бір сделкадан жалпы күніне 200-300, тіпті кейбір сәттерде 1000-2000 пайызға дейін жетуге болатын біз мемкоиндарды ұстап, сонымен табысқа жетуге тырысамыз. Және де өзіміздің комьюнитиға қосылған адамдарға күнделікті өзіміздің дайын анализімізбен сигналдарды жіберіп отырамыз. Тіпті бұл білімнің және де бұндай комьюнитидің артықшылығы тіпті анализ жасауға да уақыт кетірудің қажеті жоқ болып қалады. Яғни қалай жасау керектігін барлығын әрине өзіңіз жасасаңыз болады, немесе бізбен бірге де сауда жасап 200, 300, 400, 500%-ға дейін жетуге болады. Егер де дәл осылай қысқа уақыттың ішінде телефонмен, ноутбукпен өте оңай жолмен табысқа жеткім келеді дейтін болсаңыздар, қызық болатын болса, онда осы сабақтан кейін сізге біз анкета қалдырамыз. Сол анкетаға өзіңіздің толық ақпаратыңызды қалдырып кетсеңіз, сізге менеджер хабарласып, сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Және де біздің комьюнитиға, сабаққа қосылу үшін менеджерге барлық сұрақтарды уайымдамай, қорықпай, ұялмай қоя беріңіздер, сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Және де табыс табамын дейтін болсаңыздар, міне алғашқы күндерден бастап табысқа жетсеңіздер болады. Олай болса, сіздермен болған Төленбай Мейірман.
Біздің ортада кездескенше.